көрермен, бүгін аудит пәні бойынша касса және кассалық операциялар аудиті тақырыбында УА-3К тобымен тәжірибелік жұмысымызды көзбен көріп пысықтау мақсатында Алатау дәстүрлі өнер театрының кассасына жылжымалы сабақ ретінде келіп тұрмыз. Жалпы кассаға кірейік балалар. Сіздерді бүгін Алатау дәстүрлі өнер театрының кассирі Жазира Қайратқызымен таныстырып өтемін. Жазира Қайратқызы осы Алатау дәстүрлі өнер театрының кассасының маманы, және жалпы өткен тақырыптарда біз касса және кассалық операциялар аудиті тақырыбын өткен болатынбыз. Кішкене мағлұмат бере өтсек, өздеріңіз не түсіндіңіздер? Касса дегеніміз жалпы не? Касса итальян тілінен аударғанда каудиша деген мағынаны білдіреді. Ол кәсіпорын, ұйымның, фирманың қолма-қол ақша қаражаты болып табылады. Қазіргі таңда бухгалтерлік есептің ақша қаражатын жүргізетін негізгі есепшоты болып табылады. Кассаның негізгі түрлері көп, оларға жинақ кассасы, депозит кассасы, валюталық кассасы, кіріс кассасы және өзара көмек кассасы болып бөлінеді. Кассаның міндетін кім атқарады? Кассир. Жалпы кассирдің міндеттері қандай? Кассирдің міндеттері ол кассаға кіріс шығыс ордерінің кітапшасын толтырады. Ол кітапшаға сол мекеменің басшысының бас бухгалтердің және өзінің кассирдің қолы қойылады. Кассир дәл сол кітапша арқылы сол жерде жұмыс істейтін адамдарға айлығын немесе басқа да төлемдерді береді. Қай орында? Детский еще ма? Взрослый? Детский еще, взрослый вариант. Он без 6 тенге. Айтасыз, өте жақсы. Жалпы касса кітабы дегеніміз не? Касса кітабы дегеніміз кәсіпорынның өзінің жеке ақша қаражаттарын есептеуге арналған кітапша. Ол кассадағы кіріс шығыс ордері бойынша есептелінеді. Кассадағы ақша, қанша сумадағы ақша, кімнен, кімге келгені, кімге берілгені барлығы есептелінеді. Ол кассалық кітапта бас бухгалтер және де бастықтың мөрі қол қойылу керек, және де ол жерде алғашқы беттерінде номерленген және де мөрі қойылады. Ол касса кітапшасы екі көшірмесі болады. Ол біріншісі сол касса кітапшасында келеді, екіншісі жатталып сол адамға беріледі. Өте дұрыс. Өзіңізден кішкене сұхбат ала кетсек, өзіңіздің жұмыс барысыңызбен таныстыра өтсеңіз. Алатау дәстүрлі кинотеатрына қош келдіңіздер, студенттер. Және сізге таныстыра кетсем, бұл әрбір кинотеатрда болатын компьютер, бұл пионер деп аталады. Бұны кинотеатрның әрбір қолданылатын заттарына келсек, бұл компьютер. Бұл жақта киноның расписаниялар жазылып тұрады. Ал және мынау билет шығаратын принтер аппараты болады. Ал және мынау кассовый аппарат. Және бұл карточкадан қабылданатын аппарат. Үлкенірек, ол жақта 154 орын бар, бұл залда 98 орын бар. Жалпы сіз жұмыс күніңіз біткеннен кейін кімге есеп бересіз? Жұмыс күні таңертең сағат 9-да басталады, 9-да келіп кассаны ашам, сағат 10-дан бастап кино сеанстары басталады. Көп рахмет. Бүгін сіздер өте жақсы, керекті мағлұматтар алдық деген ойдамыз. Балалар, өздеріне тәжірибелік сабақты қорытындылау ұнады ма жалпы? Көзбен көрдіңіздер, касса қалай жұмыс істейтінін білдіңіздер. Яғни сабақта айтылғандай, касса бұл жабық
түрде болады және кез келген адамға кіруге рұқсат болмайды. Рұқсат жоқ, иә? Және камерамен тексеріліп көрініп тұрады барлық нәрсенің барлығын. Біз бүгін сіздермен Алатау дәстүрлі өнер театрының, кино театрының кассалық жұмыс жүйесімен таныстық. Келесі тақырыбымыз ағымдағы ақша қаражаттары. Менің каналыма тіркеліңіздер және лайк басыңыз.